қазір дінімізді ластап жатқан неше түрлі нәрселер бар. Неше түрлі ой пікірлер келіп жатыр. Шекарамыз ашылды дедік та, сол шекарадан жақсы да жаман да өтуде. Сол ойларменен күресуіміз өзіміздің дінімізді тазалауымыз қажет. Сол дұрыс емес ойлардың, дұрыс емес түсініктердің бірі, мысалы, намаз оқымағанды кәпір деу. Ол кісі мұсылманмын деп тұрса, мен кәлима айтып мұсылманмын деп тұрмын. Құранды сыйлайым, оразаны, рамазанды сыйлайым мен. Керек болса кейде өзім де тұтам, үйде қанша адам ораза да тұтады. Аузашарларға барып қызмет қылғанды жақсы көрем. Мұсылманмын деп жүрмін ғой, мешіт көрсем, көзім тоймай қарап өтем. Жүрегім сонда бір қарайдау деп елеңдеймін. Сонда сол адам қалайша кәпір болады? Сол адам қалайша сіз оның бетінен қағасыз? Сондай түсініктер келе жатыр. Намаз оқымаған кәпір екен, онда оны қыру керек, жою керек, малын тартып алу керек. Бұл мемлекет онда кәпір мемлекеті. Бұған қарсы қару көтеру керек дейді. Немесе біреу келіп айтады. Осы біздің қазақтың болмаса ұстанған, намаз оқып жатқан, соны үйретіп жатқан имамдарға келіп айтады. Мына кісілер шатасыпты, қателесіпті. Бұлар оқыған намазы пайғамбар алып келмеген. Бұлар қате айтады, бұларда білім жоқ. Міне, білім бізде дейді. Білесіз ба? Ислам дінінде сондай сөз бар. Арапқа Алла тағала діннің ұрығын септі. Ал Орта Азиядан соның гүлі шықты дейді. Діннің гүлі осы Орта Азия мен Қазақстаннан шыққан. Діннің гүлі, дәмі, сұлулығы о жақта ұрығы ғана себілді. Бір күні бір кісі Мадина қаласына келіп, білім үйренбекші болыпты, тарихта бар. Кіріп келіпті да, хадис жөнінде білім іздене ем депті. Мына кісі депті. Сөйтсе аты бөлектеу екен. Бұл араб емес па депті. Жоқ, араб емес. Онда мен фиқ үйренейін, заң үйренейші депті. Онда ана кісі ғалым. Ол үшін аты кім десе басқаша айтып. Ол араб емес па? Жоқ, ол араб емес. Мен Құран тәпсірлейші деп ем онда. Ол да араб емес болып шығады. Сонымен, мынаның ішінде арабы қайсы дейді ғой. Сөйтсе, арабта бірақ ғалым бар дейді. Біреуі екен сонда. 10 ғалымның біреуі ғана араб болып шығады. Ана кісі шынымен енді ұлтшылдығына кішкентай қызғанады енді. Мына сонда бізден кім шықпады ма деп. Дым шықпады ма, неге мұндаймыз дейді. Ал пайғамбар мұны бұрын айтып кетіп қалған. Пайғамбарымыздың жанында Салмани Фарси деген бір сахаба отыр. Парсы кісі, парсы адам. Сонда келіп айтады. Мына кісілер дейді. Яғни өзге ұлтты айтып жатыр. Араб емес халықты айтып жатыр. Мына кісілер дейді. Діннің ертеңі. Діннің ертеңі осылар. Егер білім 7 қабат көкте тұрса да, бұлар соған шығып соны алып келеді дейді. Сондай халық болды. Сол Абу Ханифа мазхабын ұстанған біздің Қазекең қате болып қапты енді. Сол дінімізді ұстанып келген ірі мысалы Молда Мұса сияқты небір ақын дінін дәріптеп өткен Жапан қазақтың даласына жаңалдегі бір Алла деп шырқап өткен кісілеріміз, ұлыларымыз енді дінді дым білмейтін болып шыға кетті. Халайық, біз сонда кедейміз ба не? Бізде байлығы жатқан жоқ па не? Иә десеңіз онда соны көрсетсеңіздерші, соны зерттесеңіздерші, соны оқып ізденсеңіздерші. Білім іздеу керек, еңбек ету керек. Жай ғана Құдай жатқанға берсең маған бер деп, аяқты аспанға көтеріп компьютер шықылап, телевизордың төрінде жатып музыка естіп жату емес. Құрбандық керек бұл өмірде.
Құрбандық не құрбандық? Жастық шағыңызды білімге құрбан етіңіз. Жастық шағыңызды елге, қызметке құрбан етіңіз. Ертең қартайғанда өзіңізден кейінгілерге сол құрбандығыңыздың дәмін айтып отырасыз. Халық айтады ғой, жастығыңда еңбек ет, қартайғанда зейнетін көресің дейді. Ал егер сіз қазіргі мына батыстың келіп жатқан өнегелерінің бірі, сен жассың ғой, көр бұл өмірді. Бат қызығына, ұмытсайшы бәрін, өмірге бір-ақ рет келеді адам. Деп тұрып бір адамдар нашаменен араққа, сигаретпенен болмағыр, асыр түсір музыканың ішіне кіріп, өмірінің бәрін зая қылып, 30-ға келгенде орда бұзатын жігіттер бір семьясын баға алмай, қолында кәсіп жоқ, біреуге айтатын бір дұрыс сөзі жоқ, өзінің ойыңды айтшы десе, ойын айта алмай мыңқ-мыңқ етіп мұрнынан астынан бір екі ауыз сөз атын айтқанда тер болып, борша болып тұрғаны бізге, сізге намыс емес па? Бізге, сізге сабақ емес па? Абу Ханифа, имам, ұлы имам, өте әдепті кісі болған екен. Бір кісі әдебіне қызығып, осындай көркем мінезді қайдан алдыңыз депті. Сөйтсе, әдепсізден үйрендім депті. Себебі әдепсіз адамды көреді, жек көрініші түрпідей тиеді ғой, сөйтеді де сонан сабақ алады өзіне. Енді мен сондай жасасам, мен біреуге сөйтіп көрінем дейді. Мен біреуге сондай бір жаман көзде болам дейді. Бауырлар, қорыта айтатыным, жассыз. Сізге жан жақтан неше түрлі азғырулар келеді. Біреу дінді бұлай үйрену керек, мынадай жол тура жол деп, неше түрлі тіпті ақша да беріп жатады, шоқыншы. Мына буддист деген керемет нәрсе, бұл неше түрлі денсаулықты оздоровительный гимнастикалар бар деп, арасында мысалы феншуй деген нәрсе бар дейді. Соны орындасаң бай болып кетесің деп, Құдайдан емес, бір қатып қалған бір ағаштан сұратады. Бір тиын тебен, бір бақама шаянды қойып, осыны қойып қойсаң, саған ақшап келеді дейді. Айналайын-ау, сол бақа ақша алып келетін беді өмірде? Өзіңіздің ақылыңыз бар, сауатты адамсыз ғой. Неге қараңғы бола қаласыз сол кезге келгенде? Сол бақа ақшап келе ма? Мыстан жасалған, тіпті мыста емес, іші пластмасса. Түсінен бір зат болса екен, ақша тиын тебен тасып теріп жүрсе екен, бір ақылға қонатын бір нәрсе болса да, о дымда емес қой, бір темір ғой тұрған. Бір ағаш, теңге ағашы деп бір нәрселерді, Қытайдың бір нәрсесін алып кеп қояды. Біздің Қазекең соны істеді ма? Маңдайыңыздың еңбегіңізге берсін да ол. Бір бомағыр, бір жаны жоқ нәрседен не қыласыз сұрап, еңбегіңізге берсін да. Өзіңіз еңбек етіңіз. Еңбекке береке береді. Өйткені әрекетте берекет дейді. Қыбырлаған қыр асар дейді. Яғни қимылдасаңыз, алға жүресіз. Тұрған су сасиды дейді. Егер теңге тапқыш ағаштың 10-ауын іліп қойсаңыз да, сөйтіп жатып алсаңыз, сізге Құдай ақша бермейді. Сондықтан біздің асыл дінімізді дәріптейтін, өзіміздің жастық шағымызды зая кеткізбей, дұрысқа қарай, ақылға қарай бой алдырыңыз. Жастық шақтың буына қарай секіріп, ертең бармағыңызды тістеп қалмаңыз. Қазақта сөз бар, боламын деген